Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қызылорда қаласы нөмірі 11 мектеп лицейінің география пән мұғалімі Каимова Айгүл Исанбайқызы. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы географиялық мониторинг әдісі. Сабақтың мақсаты зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық мониторинг әдістерін қолдану. Бүгінгі сабақта меңгеретіндеріңіз зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық мониторинг әдістерін қолдану мүмкіндігін қарастырамыз. Ал балалар, ойымызды ортаға салып көрейік. Географиялық мониторинг туралы не білеміз? Латын тілінен аударғанда монитор ескертуші, еске түсіруші деген мағынаны білдіреді. Мониторинг термині ғылымға 1972 жылы Біріккен ұлттар ұйымы қоршаған орта бойынша Стокгольм конференциясынан соң ресми енгізілген болатын. Осыдан 2 жыл өткен соң Кения астанасы Найробиде мониторинг жөніндегі алғашқы үкіметаралық кеңес өтті. Осы кеңесте қоршаған ортаның ластануына 3 деңгейде жергілікті, аймақтық және ғаламдық мониторинг енгізу туралы шешім қабылданды. Енді балалар, географиялық мониторингтің құрылымдық сызбасымен таныс болайық. Мониторинг деңгейлері ғаламдық, аймақтық және жергілікті болып бөлінеді. Бірінші, ғаламдық деңгей. Ғаламдық деңгейдегі қоршаған ортаның жағдайы. Бақылау нысандары: атмосфера, озон қабаты, көміртек диоксиді, гидросфера, өсімдік және жануарлар жүйесі. Бақылау көрсеткіштері: радиациялық және жылулық баланс, ылғал балансы, атмосфера газ құрамы, ластану деңгейі, теңіздер мен мұхиттардың ластануы. Дүниежүзілік мұхиттың ластану картасы осы ғаламдық деңгейде мысал ретінде назарларыңызға ұсынып отырмын. Екінші, аймақтық деңгей. Геоэкологиялық немесе табиғи шаруашылық жағдайлар. Бақылау нысандары: геоагрожүйелер, орман жолақтары, рекреациялық жүйелер, өсімдік пен жануарлардың жойылып бара жатқан түрлері. Бақылау көрсеткіштері: ландшафтылардың кешенді көрсеткіштері, зат және энергетикалық баланс, геожүйелердің ластану деңгейі, биологиялық өнімділік. Назарларыңызда осы аймақтық деңгейде мысал ретінде Оңтүстік Америка елдеріндегі әртүрлі себептер бойынша ормандардың жоғалу статистикасы беріліп тұр. Үшінші, жергілікті деңгей. Санитарлық, эпидемиологиялық, биоэкологиялық жағдай. Бақылау нысандары: атмосфераның төменгі қабаты, өзендер, жер асты сулары, топырақ, өнеркәсіптік тұрмыстық қалдық сулар, түтін, фондық радиация. Бақылау көрсеткіштері: климаттық көрсеткіштер, ластағыштардың шектеулі концентрациялары және биологиялық аллергендердің көрсеткіштері. Енді Қызылорда облысының жер асты сулары картасы осы жергілікті деңгейде мысал ретінде назарларыңызға ұсынып отырмын. Енді әрі қарай балалар, мониторинг әдістерінің түрлерімен таныс болайық. Мониторинг әдістері ең бірінші екіге бөлінеді: әуе ғарыштық әдістер және жер беті әдістері. Әуе ғарыштық әдістері ғарыштық және әуе болып бөлінеді. Жер беті әдістері географиялық, физикалық, химиялық, биологиялық деректерді өңдеу. Енді әуе ғарыштық әдістерге толығырақ тоқталатын болсақ, әуе ғарыштық әдістер географияда 20 ғасырдың 60 жылдарынан бастап пайдаланыла бастады. Қазіргі кезде жердің жасанды серіктері арқылы өте қысқа мерзім ішінде жер беті туралы нақты ғаламдық ақпарат алуға болады. Енді балалар, ғарыштық мониторингтің түрлерімен таныс болайық. Атмосфераның әртүрлі деңгейіндегі температураға бақылау жасау, жер бедері өзгерістеріне бақылау жасау, мұхиттардың температуралық режимі, тұздылығы және ағыстарға бақылау жасау, құрлықтағы су объектілері, орман алқаптары ауданының өзгерістерін бақылау, атмосфера мен гидросфераның ластану түрлерін зерттеу, төтенше және қауіпті табиғи және антропогендік құбылыстарды зерттеу. Жер беті әдістеріне тоқтала кетейік. Ең бірінші географиялық, геологиялық, сейсмикалық, геоморфологиялық, климатологиялық, гидрологиялық, геоботаникалық, ландшафтылық зерттеу әдістері. Физикалық, химиялық, зерттеу аумағында алынатын сынамаларға физикалық және химиялық өлшеулер мен
талдамалар жасауға негізделеді. Биологиялық әдіс қоршаған ортадағы өзгерістерді анықтап зерттеуге болады. Деректерді өңдеу әртүрлі әдістермен жинақталған географиялық ақпаратты талдау әдістерін қамтиды. Назарларыңызда жаңағы жер беті әдістеріне мысал ретінде суреттерді ұсынылды. Енді географиялық мониторингтегі физикалық, химиялық әдістерге тоқталатын болсақ, бұл әдістерге гидрологиялық бақылаулар, метеорологиялық бақылаулар, судың химиялық құрамына талдама жасау, ауаның химиялық құрамына талдама жасау, топырақтың қышқылдығын, органикалық құрамын анықтау, ауаның, судың, топырақтың ластану деңгейлерін анықтау жатады. Енді бүгінгі сабақтың глоссариймен таныс болайық. Бұл глоссарий сіздердің оқулықтарыңызда бар. Бұл глоссарийлерді дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Яғни мониторинг, биоиндикация және дешифровка сөздері. Енді балалар тапсырма орындайық. Бірінші тапсырмаңыз оңай тапсырма. Мониторинг ұғымына берілген сөйлемдерден сөйлемді дұрыс құрастыр. Енді өз-өздеріңізді тексеріп көріңіздер дұрыс жауаппен. Мониторинг, яғни бақылау, болжау және қорғау мақсатында қоршаған ортаның жай-күйіне байқау жасау. Сіздердің дұрыс жауап бергендеріңізге сенімдімін. Келесі тапсырма өзіңіздің жергілікті мекеніңіздегі алдағы апта ішіндегі ауа райы көрсеткіштеріне, яғни ауа температурасы, ауа қысымы, жел жылдамдығы мен бағыты, ауа ылғалдылығына мониторинг жасаңыз. Енді бұл тапсырманы орындау үшін дескрипторларыңыз бірінші ғаламтордан керекті мәліметтерді тауып аласыздар. Екінші алынған мәліметтерді қолданып ауа райы графигін және жел өрнегін сызасыздар. Бұл тақырыптарды сіздер білесіздер, алдыңғы сабақтарда бұл тақырыптар сіздер өткен болатынсыздар. Келесі тапсырмамыз балдар. Қазіргі бүкіл әлемді әбігерге салып отқан COVID-19 пандемиясына байланысты беріп отырмын. Үшінші тапсырмаларыңыз, яғни COVID-19 пандемиясының елімізде таралуына мониторинг жүргізіп көріңіздер. Яғни бұл жердегі дескрипторларыңыз ең бірінші COVID-19 вирусына сипаттама бересіздер. Екінші, сақтық алдын алу шараларын білулеріңіз керек. Үшінші, елімізде әр аймақтар бойынша вирустың таралу көрсеткіштерін бақылауларыңыз керек. Және төртінші, пандемияның өршуін тоқтату үшін өздеріңіздің ұсыныстарыңызды жасайсыздар. Бұл тапсырманы орындап өздеріңіздің география пән мұғалімдеріңізбен талдасаңыздар болады. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта географиялық мониторинг әдістері туралы білдіңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, өздеріңіздің география пән мұғалімдеріңізбен талдасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.